Сәлем YouTube достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бірнеше уақыт болды. Каналға видео салынбай кетті. Енді соның орнын толтыру үшін бүгін күшті видео салайын деп жатырмын. Влог форматта түсірдім. Біз үйде кішкене Құран оқытып, ас бергенбіз. Біз жақта енді Шымкент жақта Құдай тамақ деп айтылады. Басқа әр жақта енді әртүрлі айтылады. Сол Құдай тамақ бергенбіз. Соған енді кішкене влог түсірдім. Ең бірінші біз ауылымызға жақын автовка магазинге келдік. Яғни көтерме магазинге келіп, бірінші азық-түліктерімізді алып алдық. Бұл бізде Ақсукент қаласында, енді Ақсукент қаласы немесе сол жерде Ақтілек деген көтерме магазин бар, дүкен. Сол жерден біз бірінші азық-түлігімізді алып алдық. Мінекей, бұл жерде біз басында енді мен ойлағам, выпечкаларды өзім пісірем депші, пирог, торттарды. Бірақ кейін өзім кішкене ауырып жүрген соң бәрін сатып алайын дедім. Бұл жерден бізде барлығы бір-біріне жақын, сондықтан тез алып қайттық. Бұл жерде енді өзім кесек жеймін, біраз уақыт болды өз кесек жеп жүрмін. Кесек, мел, бор деп айтады, глина деп айтады. Уральский глина деп алғам, бірақ уральский емес, туркстанский болып шықты. Бұл жерде біз жаңа выпечкаларды, печенье, конфеттерді алып жатырмыз. Бізде осы продуктілеріміз где-то қаншаға шықты? 40 мыңдайға шықты. Біз бұл жерде колбаса, сыр, балық алдық, самсаның қамыры. Одан кейін мына жерден біз печеньелер мен пирожныйларды да алдық. Одан кейін мен неге келдім? Овощиға келдім, көкөністерге келдім. Бұл жерде біз тамаққа бірінші тамақ береміз. Соған сәбіз алдым, одан укроп алдым, салатный лист, алма, лимон алдым. Мінекей бағалары бізде енді Шымкент қаласымен салыстырғанда кішкене арзандау бұл жақта. Сондықтан енді оның үстіне бізде Шымкент қаласы өте алыс, 1 сағатта жүреміз. Ал бұл Ақсукент қаласы бізге жақын, 15-20 минутта жетіп қаламыз. Одан кейін мен чекенге заказ бердім. Оған дейін мен өзіме мороженое алдым, құйылмалы мороженыйлар бізде әлі де бар. Мына жақта әпшеміз жүгер сатып жатыр. Жүгер алайын дедім де қой дедім. Одан үйге келіп, біз мына жерде біз дегенде өзім ғана істеп жатырмын ғой енді. Бауырсақтарды қамырын ашытып кеткенмін. Келіп уже бауырсақты ашытып, кесіп дайындап қойдым. Мұнда уже самсаның қамыры дайын. Бауырсақтарды біз далаға істедік. Даладағы осы қара қазанға кеш болып кетті. Уже біз не істеген кезде кішкене жанып кетті бауырсақтарымыз, кішкене күйіп кетті. Негізі сап-сары әдемі шығу керек еді, кішкене күйіп кетті. Кейбірі даже жанып кеткенде болады. Мен тасып тұрдым. Апам деген бұл енем ғой. Сол пісіріп тұрды. Осынша бауырсақ шықты. Енді бауырсақты көп қоймаймыз. Ажақта тағы бізде бауырсақ бар тұғын. Ал мұнда бізде самсаның ішіне қосатын фарш пен картошканы араластырдым. Енді кішкене фаршқа эконом болсын деп. Самсаның 2 пачкасын аштым, бірақ 1,5 ғана кетті. Одан кейін мен холодныйларға бауырдан котлет жасадым. Майды қыздырып қойдым да, осылай котлеттерді қуырып алдым. Ылғи жасаймын, өзіме ұнайды. Өте пайдалы ғой негізі. Міне бізде самсаларымыз пісіп шықты. Күшті, хрустящий, бір қытырлап тұрған самсалар шықты. Мына жақта тағы біреу бар. Печкада тағы да бар. Самсаның негізі қамырын сатып алған тиімді. 600 теңге ма сондайға алдым. Одан кейін мен уже мына жерде пельмен чупараларды істедім. Бұл да өзім жасап шықтым. Өте күшті болды, бірақ кішкене көлемі кішкентай болып қалыпты. Бізде базарда үлкен қылып сататын. Мынау уже сол күні нелерді қойып жатыр. Бізде үй салқын, ашып кетпейді, ешқандай бүлінбейді. Мынау уже сол астың алдындағы 1-2 сағат бұрын қойып дастархан жайғаным. Кішкене енді прям күшті болмаса да енді
осылай болады. Мынау менің енді балаларым, кішкентай балаларым барлығы осындай шығар. Торт, пирожный көрсе болды. Туған күн деп ойлайды еще. Ай, бұл сен туған күнің емес, есекте түсінбейді. Жылады. Сонымен енді үйде торттың свечасы бар тұғын, соны алып бетіне қойып 2-3 рет үрлеттім ғой. Біз 2 бөлмеге жасадық. Бұл бізде кіреберіс холл. Ана арбуздарды балаларым жеп тастапты ғой. Дастархан осылай шықты. 2 салат жасадым. Оливиямен енді бәрі жақсы көреді ғой. Одан кейін біз тамаққа палау бастық. 15 килограмм күріш алдық, 15 кило сәбіз алдық, 10 кило күріш алдық. Дастарханымыз осылай шықты. Енді аса артық ештеңе жоқ, барлығы жегілетін заттар болған соң көп не істемедік. Бізде палауды осы кісі басты. Негізі өзбек ағайындарымыз күшті басады ғой, сондықтан заказға бастырдық. Өте күшті, прям ішінде қосатындар бәрі күшті шықты. Бізде Шымкент жақта палауға негізі не қосады, андай мейіз қосады, сосын зира қосады и не қосады тағы да. Так, ноқат қосады. Мынау бізде бітті. Дастарханымыз жиналып әкеліп жатқан заттар, кухням шашылып жатыр. Заттардың жартысы мына жақта, жартысы ана жақта. Әйтеуір қашан бітеді деп тұрған кезім ғой. Қатты шаршамадым негізі. Ыдыстарды келген қонақтар, әпшелеріміз келген, қайнапкелерім, солар жуысып беріп кетті. Енді соңғы жағын енді өзім жинап алдым. Біз құдай тамақты 12-ге бердік. Мен өзім сөйтіп айттым ше, 12-ге берейік деп. Өйткені ары қарай где-то 1-2 сағат отырса, кешке дейін үлгереміз да. Ары қарай өзіміз емін-еркін отырып демаламыз. Сонымен солай. Мына жерде мен ыдыстардың барлығын қайта жуып сүртіп жатырмын. Қалған ыдыстарды. Мына жақта енді ыдыстарды жуып жатырмын. Таймлапсқа қойып қойған ғой. Осылай тез болса күшті ғой. Осылай біздің видеоблогымыз аяқталды. Видеом егер ұнап жатса, лайк басып, подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Алда тағы видео түсіруге деген шабытым ашылады. Қош сау болыңыздар.